Ассаламағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Қасиетті 3 айдың алғашқысы Ережеп айы кірді. Сол Ережеп айының шарапаты мен нығметі туралы айта кетсеңіз. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, бұл Режепті Алланың айы дейді, келесі ай Шағбан айы бұл менің айым дейді, ал Рамазан үмметімнің айы дейді. Міне осы хадисті естіген сахабалар айтады, я Расулалла, не себепті бұл Режеп айы Алланың айы дейді. Сонда пайғамбарымыз хабар береді, себебі бұл айда дейді, Алла Тағала күнәларды кешіреді. Сол себепті бұл Алла Тағаланың сүйікті айы дейді. Тағы бір хадисте айтады, егер бұл Режеп айында бір адамның мұқтажын өтейтін болса, Алла Тағала оны Фирдауси жаннатқа кіргізіп, көзінің жетер жеріне дейін сарай тұрғызады дейді. Міне осындай нығметі мен шарапаты бар. Осы айда ораза ұстауға бола ма? Әрине болады. Пайғамбарымыз